Бүгін бізде қонақта білікті маман, PhD, пластикалық хирург маманы Айна Досан. Юношеский максимализм дейді ғой. Көбісі енді бәрі сол хирург болам деп армандайды, не мысалы акушер гинеколог боламыз дейді. Қандай операциялар жасайсыз? Бетте мысалы мына қалқан құлақ, отопластика дейміз, мұрын жасау операциясы, ринопластика, қабақ қатпарға жасау, блефаропластика, бетті тарту, фейслифтинг дейміз. Мына дене бойынша енді абдоминопластика деген операция бар. Пластикалық хирургты таңдауда неге мән беру керек? Көзім жабылмайды, немесе мына жерім былай жарасы жазылмай ірің шығып тұр деген сияқты сондай сұрақтармен бізге жиі келеді. Май суырылту операциясы дедік қой жаңа. Иә. Сол тәжірибеңізде ең көп максимально қанша литр алғансыз? Енді ол есімде жоқ десем болады, 10 литрден көп. Егер алдыңызға пациент барып, менен жұлдыз шығарып беріңізші деп, мәселен, Ерке Есмаханға ұқсағым келеді десе, ұқсата аласыз ба? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта білікті маман, PhD, пластикалық хирург маманы Айна Досан. Қайырлы күн, құрметті достар. Осы подкастқа келгеніме қуаныштымын. Бүгін біз әйелдер арасында кең тараған пластикалық операциялар жайлы сөйлесетін боламыз. Айна ханым, сізге алғашқы сұрағым, сіздің пластикалық хирургияға қызығушылығыңыз қалай пайда болды? Жалпы бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Пластикалық хирургияны енді ол кезде біз нақты осы пластикалық хирургия деп ондай менде бір не болған жоқ. Кішкене кезімде, бірақ балалық шақта андай дәрігер болсам деп қатты армандайтынмын. Балабақшада жүргенде сол балаларды бүйтіп емдеген сияқты сондай ойындар ойнап, сол қызығушылығым мектепте жүргенде де ары қарай жалғасты. 7-ші класты оқып жүрген кезде, сол жылдың соңында мен ол кезде енді 161-ші мектеп гимназиясы химия биология классы болатын. Сол жерге барып өзім экзамен тапсырдым. Маған сол химия пәнінен беретін апайымыз Айгүл Жұмашевна, сосын Аля Исқалиевна, сол екі кісі экзамен алды. Сен ең бірінші осы біздің неге кеп тұрған баласын дейді. Әлі біз алған жоқпыз балаларды, бірақ өзің кеп тұр екенсің, жарайды енді сен үшін экзамен жасайық деп, сол жерден экзаменнен өтіп, сосын кейін сол 8-ші класстан бастап сол химия биология бойынша сол гимназияны тәмамдадым. Гимназияның бір жақсы бізге білім берген жері, біз бір күн Казгуге барып, биология пәні, сосын химия пәнін сол бірінші курстың студенттермен бірге отырып, кәдімгі лекция жазып солай оқитынбыз. Өте жақсы бізге сол жерден. Жиі болатын ба? Жиі? Иә, апта сайын баратынбыз. Апта сайын кәдімгі бірінші курстың студенттер сияқты. Солармен бірге сол лекционный залда отырамыз, не жазамыз, андай бірге отырып солармен лекция жазамыз, иә. Сосын кейін андай химфакқа барамыз, кәдімгі өзімізді бірінші курстың студенттер сияқты санайтынбыз. Сол жерде өте жақсы бізге бір осы медициналық бағытта білім берді деп мен ойлаймын. Сол кездегі класстастарымның көбісі қазір медицина саласында жұмыс істейді. Содан сол медицинаға түстім, өзімнің арманым. Емдеу факультетін сол 6 жыл тәмамдап шықтым. Сол енді университетке түскен кезде енді юношеский максимализм дейді ғой. Көбісі енді бәрі сол хирург болам деп армандайды, не мысалы акушер гинеколог боламыз дейді. Мен де сол хирург болам деп армандадым. Онымен қатар менің нағашы атам хирург болған кісі. Сол кісіге де мен мысалы еліктедім. Сол кісі сияқты, атам сияқты мықты хирург болсам деп. Сол арманым жетелеп, осы пластикалық хирургиядан бірақ шықтым. Қанша жыл уақытыңыз кетті осы дәрежеге жетуіңізге? 6 жыл енді медицинада оқыдым десек, одан кейін 1 жыл Санкт-Петербург қаласында интернатураны оқыдым хирургия бойынша, жалпы хирургиядан кейін. Одан кейін сол болашақ бағдарламасы бойынша сол интернатураны бітіре сап, клиникалық ординатура дейді ғой, ол кезде сондай болды. 2005 жылдары сол клиникалық ординатураны пластикалық хирургия бойынша бітірдім. Содан бері 20 жылдай
еңбек тәжірибем осы тек қана пластикалық хирургиямен айналысып келе жатырмын. Және ғылыми дәрежеңіз де бар, иә? Иә, Докторантураны да қорғап докторантура, шықтыңыз. магистратура, Магис иә, бәрін. Жалпы Біз медиктер енді не дейді ғой бір андай, орында тоқтамаймыз. тоқтамаймыз, постоянно андай оқып жүреміз үнемі. Мгм. Жалпы қандай операциялар жасайсыз? Жалпы енді операцияларды біз хирургияда беттегі операциялар деп бөлеміз және денедегі операциялар деп бөлеміз. Мгм. Бетті де денедегі операциялардың барлық түрін жасаймын. Мгм. Бетте мысалы мына қалқан құлақ, отопластика дейміз, мұрын жасау операциясы, ринопластика, ана қабақ қатпарға жасау, блефаропластика, бетті тарту, фейслифтинг дейміз. Мгм. Мына дене бойынша енді абдоминопластика деген операция бар. Мына әсіресе бұл Ішті. иә, ішті тарту операциясы, мысалы көп балалы аналарда болатын проблема көбінесе. Босанғаннан соң тері Босанғаннан салбырап кейін қалады тері ғой. салбырайды, иә, сосын кіріп андай кіндіктері кішкене деформацияланады. Мгм. Вот сол кезде осы операцияны жасаймыз. Сонымен қатар мына артық майды сору операциясы, липосакция деп аталады. Мгм. Қазір мысалы енді образ жизни дейді ғой, мына Өмір салтына өмір қарай. салтына қарай, иә, көп адам мысалы отырып жұмыс істейді, Мгм. тамақ жейді де жұмыс істей береді, содан Май май жиналып. жиналады. Соны мысалы соратын операция жиі жасаймыз. Мгм. Липофилинг дейміз. Мгм. Түрлі операцияларды жасаймыз. Қазір әлеуметтік желілерде де немесе кез келген сайтты ашып қарсақ, жарнамалайтын хирургтар өте көп, пластикалық хирургтар. Иә. Осы науқастар пластикалық хирургты таңдауда неге мән беру керек? Қандай көрсеткіштерге қарау керек? Ең бірінші науқасқа айтарым, енді науқас деуге келмейді, бізге келетіндер енді как Клиенттеріңіз, пациенттер ғой, пациенттер. пациенттер, сау адамдар да олар өздері үшін шешу керек. Бұл операция маған қажет па, қажет емес па? Себебі көп адамдар мысалы мына модный тенденция дейді ғой, Мгм. менің досым жасатқан еді, мен де соны жасатсам деп келеді да мысалы. Мгм. Ол оған мүмкін керек емес. М. Соны бірінші өзі үшін шешіп алу керек. Екінші, баратын дәрігері білікті, Маман сосын болу кейін керек. маман болу керек, иә. Бұған енді өте мән беріп қарау керек. Себебі қазір 10 күндік курстарды оқып алған медициналық білімі жоқ адамдар да қазір операция жасап отыр ғой, пластикалық, Иә, блефаропластика жасайды, иә? иә, әртүрлі Сөйтіп. мысалы кабинеттерді жалдап алады да, Мгм. сосын сол Жартылап жерде, иә, жарнамалайды. жасай береді. Ол енді меніңше ол заңды бұзу деп мен қабылдаймын. Мгм. Себебі бұл өте серьезный да нәрсе. Бұған өте үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Мысалы сен өзіңнің бетіңді былай кестіруге қалай, мысалы білім жоқ адамға барасың, Мгм. соны 1000 рет ойланып көріп, 7 рет ойланып, 1 рет кес дейді ғой, Мгм. соны тура осы салада қолдану керек. Сондай мамандардың салдарынан сіздерге одан кейін келеді ме науқастар? Келеді, өте көп келеді, күнде келеді десем өтірік айтқан болмаймын. Өте жиі, иә? Өте жиі келеді, иә. Маған осылай жасады, көзім жабылмайды, немесе мына жерім былай жарасы жазылмай ірің шығып тұр, деген сияқты сондай сұрақтармен бізге жиі келеді. Енді ол кезде біз әрине өзіміздің кәсіби кеңесімізді береміз. Мгм. Мына жерде көмектесе аламыз, мына жерде көмектесе алмаймыз. Ондай да жағдайлар болады. Бұған көмектесе Оған алмау мүмкіндігі де бар ма? әрине, Көмектесе алмай қалуыңыз да мүмкін иә, бе? әрине, ол енді толық көмектесу деген кейбір жағдайларда мүмкін емес. Себебі Өте ол, асқынып кетеді, иә, иә, сонда? өте асқынып кеткен, мысалы кері қайтпайтын мысалы деңгейге жетіп қойған болса, оны мысалы орнына қайтып келтіру кей жағдайларда енді 100% орнына қайтару мүмкін емес. Мгм. Жалпы статистикамен есептеп қарасақ, қандай жас аралығында қыз-келіншектер жиі пластикалық оталарға барады? Мен осы өзімнің ана ғылыми диссертациялық Мгм. жұмысымда осы мәселе маған өзіме қызық болды да, осыны зерттедім. Бізде осы Қазақстанда, енді басқа елдерді алмасақ, көбінесе сол 40 жасқа таяған мысалы әйелдер Мгм. пластикалық хирургияға ең көп келетін жас екен. М. Ер адамдардың бұл статистикасында 47 жас. М. Олардікі кішкене ересек жаста келеді бізге. Осы сізге баратын қыз-келіншектердің топ 5 пластикалық қандай операцияларға барады? Топ 5-тігін айтып кетсеңіз. Топ 5 енді біздің клиникада мысалы тоже осы мәселені өзім қызықтадым. Бірінші орында ол блефаропластика операциясы.
жоғары келеді. қабақты Иә, көтеру, иә? қабақты көтеру операциясы біздің клиникаға келген пациенттердің мысалы жартысына дейін, М, 50%-ке дейін осы операцияны жасатуға келгендер екен. мгм, Одан кейін екінші орында мамопластика дейміз, кеудені жасау операциясы. мгм, Одан кейінгі орында липосакция. Липосакция деген сол артық майды сору мгм, операциясы. Одан кейінгі орында бізде так липофилинг болды. Липофилинг деген мысалы өзіңе жетіспей тұрған жерлер болады, мгм, бетте болады, мысалы қолда болады. Сол жерге өз майыңды өзіңе қайтадан салып береміз. м, Мысалы балтырға салып береміз мгм, майды. Сондай этникалық бір ерекшеліктер болады ғой. мгм. Әр елдің да, вот мысалы біздің қазақ қыздарының ауруларында мысалы мына Балтыр аяқтарын жіңішкелік па? иә балтыры жіңішке болады. Сол жерге біз май салып үлкейтіп береміз, былайша А, айтқанда. Ол операцияда қазір мысалы басқа елдерде ол операция жасалмайды деуге болады. Ал м, біздің мына регионда мысалы ол жиі жиі жасалатын салады. операцияларға жатады. Иә, көп қыз-келіншектер болады ғой, офиста жұмыс жасайтын, мектепте Иә, жұмыс жасайтын, андай иә, униформа кию үшін аяқтары жіңішкелігінен ұялады, иә, қысылады. иә. Одан кейін вот бесінші орында сол бетке жасалатын операциялар, фейслифтинг дейміз ғой, бет Мгм, тарту операциялары осындай ретпен негізі орналасады. Басқа елдерде ол әртүрлі. Мысалы Америка құрама штаттарында бірінші орында мына денені жөндеу операциялары бірінші м, орынды алады. мгм. Себебі сол жаққа барған кезде енді мен байқауымша мысалы ірі денелі, мысалы салмағы көп адамдар өте көп. Иә, артық Иә, салмақ, артық семіздік салмақ олардың басты қазір проблемасы, глобальный иә, проблемасы болып келатыр проблемасы. олардың. Сол үшін сол липосакция, сосын кейін артық салмақты тез кетірген кезде мына терілер салбырап қалады. Мгм. Бодилифтинг деп аталады. А, Мысалы мына қолдарын, аяқтарын тартады, артық теріні, абдоминопластика, сосын мына кеуделер салбырап қалады. мгм, Соны тартатын операциялар сол өте жиі жасалынады. мгм. Қазір блефаропластика бізде ең жиі дедіңіз Иә. клиникаңызда, яғни 50%-нан астам пациенттер осымен келеді дедіңіз, сұраныс өте көп. Бұған не себепті келеді? Олар жас ерекшелігіне қарай ма, әлде әдемі болу үшін бе? Бұл мақсаттар қандай? Енді бұл жерде екі түрлі бұл жерде көрсеткіштері бар. Біз енді Қазақстан Евразияға жатамыз ғой. Мгм, Европалық белгі де бар, и сонымен қатар азиаттық белгі де бар. Бірақ атақты антрополог біздің қазақ ғалымымыз айтқандай, сол кісінің зерттеу бойынша бізде азиаттық белгі 70%-тей болады екен. мгм, Сол үшін енді біз как больше азиаты дейміз ғой. м, Азиаттық белгілеріміз сол қатпарымыз кіші немесе жоқ та? жоқ деуге болады. Сосын М, эпикантус дейді, мына ішкі жақта қатпар болады. Сол мысалы көп қыздарда болады. Ол боянуға кішкене ол андай нетеді, кедергі жасайды. мгм, Көзін андай әдемі боялып шығуына как бы ну как бы кедергі болып тұрады да. мгм, Сол үшін осыны жөндеу үшін сол қыздар бізге келеді. Ол енді жас қыздар. Осы этникалық ерекшелікті алып тастау үшін келеді. мгм. Ал енді 45 жас, 50 жастан кейін көбінесе мына салбырайды ғой тері. Адам қартайған кезде уже тері салбырай бастайды. Соны алдыру үшін келеді. Түсінікті. Сізге жалпы сән үшін жиі барады ма, әлде медициналық көрсеткіші бар науқастар да барады ма? Бізде енді қалай. Мен енді тек қана сән үшін келеді десем, ол дұрыс болмайды. Әртүрлі мысалы медициналық жағдайлар болады. Кеше менде самокаттан құлаған мысалы жігіт консультацияға келді. Мгм, Жырылып қалған беттері. Вот сондай кезде біз тағы кеңес береміз. м, Мына жерде мысалы тігуге болады, қазір тігуге болмайды деген сияқты. мгм. Сондықтан түрлі түрлі жағдайлар болады бізде. Май суырылту операциясы дедік қой жаңа. Иә. Сол тәжірибеңізде ең көп максимально қанша литр алғансыз? Енді ол есімде жоқ десем болады. 10 литрден көп 10 май, литрден иә, көп. 10 литрден көп алған жағдайлар болып тұрды. Бірақ қазір мен ондай үлкен салмағы бар адамдарды алмаймын. Ол деген липосакцияға көрсеткіш
Енді бұрын болғанда бізге артық салмақ болса май қай жерде бар сол жерден бәріне сорып ала беруге болады деп солай біз оқығанбыз. Аха. Бірақ негізі ол дұрыс емес қағида. Мгм. Себебі сіз артық салмағың болса сен бірінші сол проблемамен жұмыс жасауың керексің. Жаттығу. Ол иә пластикалық хирургтың негізгі міндеті емес салмақ тастау. Иә, ол жаттығу, мүмкін тренерге бару керек, иә, диетологқа бару керек, мүмкін тағы психологқа бару керек. Не үшін бұл артық салмақ пайда болды, соны сіз бірінші өзіңіз үшін как бы анықтауыңыз керексіз. Мгм. Сосын ол факторды алып тастайсыз, сонда салмағыңыз кішірейе бастайды. Салмақ кеткеннің өзінде де мысалы кейде майлар қалады, мына іште қалады, кейде мысалы мына подбородок дейді ғой, сол Иә. жерде қалады. И вот сол кезде бізге келсе біз сол кезде көмектесеміз. Жалпы пластикалық операция жасатқаннан кейін науқастардың сізге кезекті приемдары болады. Қабылдау 10 күннен кейін, 1 айдан кейін. Иә. Сол кезде өздерінің бойынан қандай да бір өзгерістерді байқайсыз ба? Енді операция жасай салған кезде кейде кейбір пациенттер мысалы өздерін айнадан қарайды. Мен Бірден ба? көрсетем, иә, Мгм. көрсетем операциядан кейін міне осындай болды деп. Кейбір пациенттер мәз болады сразу. Иә, мен осыны армандап едім, осы менің арманым болған деп. Кейбір пациенттер оны түсінбейді. Ана қарайды да мен түрім страшный болып қалыпты, көгеріп тұр ғой мына жері, мынандай болып қала ма деп мысалы қобалжу болады оларда. Ол кезде біз енді алдын ала да түсіндіреміз, кейін де түсіндіреміз. Ол кез келген операциядан кейін реабилитациялық өзінің уақыты болады. Ол адам реабилитациялық уақытта мысалы ол көгереді, кескен жері ол мысалы қызарады, ол жер қанауы мүмкін. Оның бәрі как бы норма ретінде оны қабылдау керек. Мгм. Иә, Яғни операция алдында алдын ала дайындық кеңесі жүргізіледі, иә? міндетті түрде, иә. Кеңессіз біз былай, Бастамайсыз. иә, операцияға дереу жата қалыңыз, мен сізге мынаны жасап беремін деп ондай мүмкін емес. Ал операциядан кейін өзін өзі қабылдамаған пациенттер болды ма? Өте қызық сұрақ. Себебі бұл жерде бұл психологиялық жағдайға көбінесе пациенттің өте байланысты. Мгм. Сол үшін біз алғашқы кеңес дейді ғой, консультация кезінде пациенттерді іріктейміз. Ол операцияға дайын ба, пісіп жетілді ма психологиялық тұрғыда. Мысалы көп адамдар міне мен үйде андай подружкам жасатты, мен де жасатам деп келеді да, Мгм. бірақ психологиялық жағынан ол кісі дайын емес болады. Өзіне Сол сенімді емес, иә? иә, сенімді емес. Сол үшін сол консультация кезінде біз оны іріктейміз. Бұл кісі дайын емес, сізге әзірше керек емес деп бәрін түсіндіріп айтып беремін. Енді дайын келген адам мысалы өзінің мақсаты бар, иә, мен осы операцияны жасаймын, реабилитациялық уақыты, операцияның өзін мысалы ауру сезімін бәрін жеңуге мен дайынмын деген адамдарда көбінесе бұндай сұрақ болмайды, бұндай моменттер болмайды. Олар қабылдайды, дұрыс Мгм. қабылдайды осы моменттерді. Егер алдыңызға пациент барып, менен жұлдыз шығарып беріңізші деп, мәселен, Ерке Есмаханға ұқсағым келеді десе, ұқсата аласыз ба? А, енді ол иә, ондай пациенттер де келеді бізге, былай суреттер алып келеді, андай Анджелина Джоли, там басқа да жұлдыздардың суреттерін алып, мен тура осындай қылып жасап беріңіз деп. Ол мүмкін емес. Мгм. Ол мүмкін емес, себебі енді ол адамның мына сүйек бітісі дейді ғой, и мендегі алдында тұрған пациенттің сүйек бітімі әртүрлі 100%. Мысалы енді ол европеоидтық типтегі адамды маған келіп тұрған пациент мысалы дейік, енді азиаттық, иә, Мгм. оның мысалы мына бет сүйектері, жақтары, тістерінің мысалы орналасу бәрі өзгеше болады. Мгм. Егер оны өзгертіп тура сондай қылып шығарайық десек, онда сол сүйектердің бәрін тоже жонып, былайша айтқанда аралап жөндеу керек. Ол ондай операция жасалмайды әзірше. Сондықтан дәл осындай адам шығару мүмкін емес, бірақ ұқсатып шығаруға болады. Мгм. Жалпы осы 20 жылдық еңбек жолыңызда ең есте қаларлықтай бір науқас болды ма? Пластикалық операцияға байланысты жасатқан. Енді мен ойлаймын, ол ең бірінші пациенттерің былай есіңде қалады деп. Ең бірінші пациенттерің. Одан кейін қолыңда үйренеді, көзінде үйренеді, и бір қаншама ерекше операция болып тұрса да, өзіңе как бы кәдімгі сияқты көрінеді. Күнделікті Иә, естіп кетемін. күнделікті. Тағы да липофилинг жайлы кеңірек әңгіме айтсақ, жаңағы артық майды алып, қандай жерлерге салсақ болады? Бұның қандай ерекшеліктері бар?
Липофилинг деген енді бұл өзіңіздің материалыңыз, мысалы өзіңіздің майыңызды аласыз. Ол майды қайдан аламыз? Керек Мгм. емес, андай май жиналатын жерлер болады ғой, мысалы іш майы, иә. Көп әйелдерге ол как бы керек емес. Мысалы фигурасын бұзып тұрады, андай бір әдемі көйлек киейін десе, мысалы бұлтиып шығып тұрады мына жерімді алып тастаңызшы деп айтады маған. Сол керек емес жерден майды аламыз да керек жерге саламыз. Мысалы мына қолға, мына жер мысалы жас ұлғайған сайын андай қол асты майы нетіп отырады, сорылады. Сосын М. бетте тоже мысалы көп жерлерде май сорылып отырады. Сол жерлерге біз майды саламыз. Әдемі эффект береді. Сонымен қатар мына май тінінде көптеген андай биологиялық активный дейді ғой, сондай заттар бөлінеді. Адамды жасартатын гормондар болады. Сосын мына беттің терісінің мына сапасын жақсартады. М. Даже май салғаннан кейін сорылып кететін де жағдайлар болады. Ол май сорылғанның өзінде де ана терінің сапасын жақсартып кетеді ол. Сондықтан липофилингті мен өте жақсы көремін өзім. Қолы жиі терлейтін немесе қолтықтан жағымсыз иіс шығатын науқастар тоже сізге барады ма? Келеді бізге, өте жиі келеді ондай пациенттер. Біз ондай жағдайда мысалы қолтық терлейтін кезде екі түрлі мысалы ем ұсынамыз. Біріншісі ол бәрімізге белгілі ботокс, ботулотоксин деп айтамыз. Мысалы ол мына тері бездерін блокировать етеді, жұмысын блокировать етеді. Сонда адам терлемейді. Қолтығы терлемеген соң ол сасымайды, былайша айтқанда. Себебі андай ылғалды ортада мына микробтар өседі ғой. Микробтар өсіп сол иіс специфический дейді ғой, иісті беретін сол именно сол микробтардың жұмысына байланысты. Ал андай қолтығың құп-құрғақ болып тұрса, микроб өсіп өнбейді, сол үшін де иіс болмайды. Ал енді екінші жолы ол хирургиялық жолы. Мына тері бездерін біз кішкентай мынандай прокол дейді, сол тесік арқылы андай лазер кіргізіп ішіне, соны лазермен күйдіріп алып тастаймыз. Немесе андай хирургический кюретаж дейді, тоже былай қырып тері бездерін алып тастаймыз. Одан кейін де мысалы терлегіштік азаяды. Ал мына енді қолдағы мысалы терлеу болған жағдайда алақан ботокс салған ең тиімді. Алақан, сосын мына табан терлейді кейбір адамдарда, тоже аяқтары кейде бір андай сасиды дейді ғой. Мгм. Вот сол ботокс салса тоже андай ылғал нетпейді да, мысалы суланбайды аяқтары, и иіс одан кейін де андай азаяды немесе мүлдем жоғалады деуге болады. Пластикалық операцияға бармай ақ адамның сырт келбетін жақсартуға көмектесетін қандай альтернативтер бар, әдістер? а, Енді хирургиядан басқа қазір ең күшті дамып жатқан ол косметология. Косметологиялық қазір мына аппаратный косметология дейді, түрлі қазір аппараттардың неше сияқты түрлері көп. Лазер дейді, радиочастотный лифтинг деп айтады мысалы. Солардың бәрі мысалы жасап жүрсе өте жақсы эффект береді. Бірақ енді терінің де өзінің мысалы қалпына келу шектеулі да. Бір определенный уақыттан кейін мысалы ол аппараттарда, уколдарда мысалы әсерін бермеуі мүмкін. Ол кезде уже хирургияға келсе мысалы біз сол проблемамен айналысамыз. Айна ханым, сіз мен білемін, бірнеше елде тәжірибе алмасып келдіңіз. Жақында Америкаға барып келгеніңізді білемін. Жалпы ол жердегі пластикалық хирургияның қандай айырмашылықтары бар екен, не тәжірибе алдыңыз? Иә, осы биыл өзімнің енді біз үнемі оқып жүреміз ғой дәрігерлер. Мына Лос-Анджелес қаласындағы енді атақты сол пластикалық хирургияның орталығы деуге болады. Беверли Хиллз сол орталықта бір ай көлемінде болдым. Сол жердегі клиникаларға барып қатысып, осы қандай екен осы жерде, қандай қызықты операциялар жасайды екен деп көріп жүрдім. Енді мен өзімнің түйгенім барлық жерде енді бұл мамандықта өзінің мамандығын өте жақсы көретін мамандар жұмыс жасайды. М. Андай не дейді ғой, как бы страсть дейді ғой, вот сондай өздерін, Құлшыныспен. иә, өздерін мамандықтарын жақсы көретін, андай үнемі оқитын сондай мамандармен таныстым. Өте сол бір керемет әсер алдым. Күнде таңертең ерте сол операцияға барып кіремін, кешке дейін жүрем сол жерде. Енді бір керемет бір бізден бір асып кетті деп мен айта алмаймын. Сол жердегі жасап жүрген операцияны бізде жасаймыз.
Бізде енді өзіміздің енді как этникалық ерекшеліктеріміз бар ғой. Ол жақтың да мысалы этникалық ерекшеліктер бар. Ол жерде әртүрлі ұлттар бар, мысалы мексикандықтар бар, иә, андай афроамериканцы дейді. Олардың мысалы бетіне жасалатын процедуралары, мысалы лазердің өзі кішкене өзгеше болады. Себебі қара қоңырқай түске, и біздегі мына азиаттық типтің терісі, иә, жазылуы да әртүрлі болады. Қоңырқай түстегі мысалы тері келоидный рубец дейді, андай қызарып қышитын, сондай солай тыртықтанады. Сондай, соның бәрі қалай емделетіндерін бәрін ерекшеліктерін көрдім. Енді ол жақтағы и біздің жақтағы ең бір үлкен ерекшелік ол бағасы. Меніңше бір 20-30 есе қымбат тұрады екен ол жақта. Бізде енді оған қарағанда қолтиімді деп ойлаймын. Бізге де мысалы Қазақстанға Америкадан кейде пациенттер келіп жасатады осы оталарды. Сонда олар айтады, бізге осы жерден жасатқан дейді операция құны, ары бері ұшқан авиабилеттің құны, мысалы жататын орнымыз, еще бір ай қыдырғанымыздың бәрін қосқанның өзінде дейді Қазақстанда Америкадан арзан. Сонда бізде пластикалық операцияның қолжетімділігі өте жоғары Иә, иә, десек те болады. десек, иә, Десек те. әрине. Арнайы ОСМС дейді ғой, мәмс жүйесі Мгм. арқылы сақтандыру қоры бар науқастар мәселен тегін жүгіне алады ма? Пластикалық хирургия деген енді көбінесе бұл ажарлықты арттыру, иә. Сол үшін де пластикалық хирургия мен стоматология көбінесе бұл сақтандыруға кірмейді. Көп операциялар кірмейді. Ол басқа шетелдерде де сондай. Бірақ енді мысалы пластикалық хирургия деп көбісі енді ойлайды андай тек қана эстетикалық, косметикалық хирургия деп. Пластикалық хирургияға онымен қатар реконструктивная хирургия дейді, восстановительный хирургия, иә, мысалы Қалпына қайтадан келтіру. қалпына келтіру оталары да жатады. Мысалы енді онкологиядан кейін мастектомия дейді ғой, содан кейін кеуделерін алып тастағаннан кейінгі мысалы кеудені қайта қалпына келтіру операциясы, отасы, иә, андай имплант қоюмен олар көбінесе мына сақтандыру жүйесіне кіреді. Оны тегін жасатып алуға болады. Мгм. Пластикалық операцияны ойлап жүрген науқастарға қандай кеңес берер едіңіз? Ең бірінші беретін ұсынысым ол жақсы білікті маманды таңдау. Егер білікті маманды таңдасаңыз, дұрыс таңдасаңыз, сіздің енді өзіңізге деген сол пластикалық операциядан деген қанағаттандырушылығыңыз жоғары болады. Ал егер енді кез келген жерге бара салсаңыз, мына бағасы арзан екен деп, енді ол жерден қалай шығатын біріншіден білмейсің. Екіншіден ол арзан жер, ол санитариялық условиясы, жағдайлар қандай екенін де білмейсің. Мысалы да әртүрлі асқынулар болуы мүмкін, андай іріңді процесстер болып келетін пациенттер болады. Сондықтан жақсы дұрыс маман, сосын кейін дұрыс клиниканы таңдау өте қажет деп ойлаймын. Сосын маманға таңдау кезінде ол маман қай жерден оқыды, қанша жыл мысалы еңбек тәжірибесі бар, соған да қарау керек. Кейде өте жас мамандар андай рекламаны күшті жүргізеді олар. Қазір тикток арқылы андай Жарнаманы нелерді, жақсы. жарнаманы жақсы береді. Бәрібір ол керемет білім мықты болса да, мысалы тәжірибесі жоқ болса, ол маманда мысалы енді өте сәтті операцияны күту енді кішкене дұрыс емес. Себебі оның бәрібір тәжірибесі жеткіліксіз болуы мүмкін. Сондықтан тәжірибесіне де қарау керек. Осы операцияларда қолданатын импланттар, бұлар қандай материалдан жасалынады? Бұлар силиконнан жасалынады. Силикон инертный материалға жатады. Сондықтан ол мысалы организмге кірген кезде бейтаныс бір реакцияны шақырмайды. Силикон сол үшін де мысалы көп жерлерде мына ткандерге имплант ретінде қолданылады. Яғни Иә, ағза оны қабылдайды, қабылдайды, өз иә. өзіне қарсы шықпай қабылдайды. Иә, бірақ соңғы мысалы ғылыми жұмыстар бойынша имплантқа қарсы организмнің тағы реакциясы болатындығы дәлелденген. Ол енді өте сирек кездесетін, бірақ кездесіп тұратын жағдай. Ондай жағдайда мысалы имплант салынғаннан кейін организмде температура көтерілуі мүмкін, қызба болуы мүмкін. Қызба енді андай лихорадка түрінде емес, мысалы 40 градус, 41 градусқа жетпейді. 37, там 37,5,
былай білінбейді. суфибрилінде. Иә, былай білінбейді, бірақ бір өзіңді дұрыс сезінетін сияқтысың, жұмысқа барып келесің, бірақ бір андай слабость дейді ғой, мысалы Әлсіздік сезім. әлсіздік сезім жүреді. Вот сол енді сол имплантқа байланысты екені мысалы дәлелденген сондай жағдайлар бар. Бұл салынған имплант қаншалықты уақытқа салынады? Көбінесе бұл импланттар өмір бойы салынады, оны алып ауыстырып керек емес қазіргі жағдайда. Ал егер енді мысалы пациент өзінің мысалы кеуде имплантын салдырдық дейік, иә, Мгм. содан кейін туып мысалы баласын емізіп сондай жағдайлар болған болса, енді ол имплантпен де ол кеуде безімен де мысалы өзгерістер болады ғой, и кішкене ол салбырауы мүмкін, имплант одан болып төмен түсуі мүмкін деген сияқты. Ондай жағдайда именно көрсеткішіне байланысты қайтадан операция жасау мүмкіндіктері болады. Осы имплант салғаннан кейін биіктікке полиметр ұшқаннан кейін имплант жарылып келеді деген ақпарат бар. Бұл қаншалықты рас? Ол жалған ақпарат. Имплантты салу, имплантты жасау процесі өте күрделі. Ол мысалы Америкада, сол жақтарда керемет бір үлкен заводтарда салынады. Ол жердегі процестің бәрі автоматтандырылған. Сонымен қатар ол жерде мысалы ол имплантта өте көп қабат болады. Сосын іші мысалы когезивный гель деп аталады, ағып кетпейтін, иә, сұйықтық сияқты сондай арнайы гельмен толтырылады. Біз мысалы жарылмай ма деп бізге де қызық болды өзімізге. И машинаның астына, ана шинасының астына бір имплантты былай лақтырдық. Қалай болар екен, не болар екен деп. И машина ары бері өтті, 5-6 рет өтті. Сосын шыққаннан кейін қарап едік, имплант ештеңе болған жоқ. Жарылған да жоқ, формасы өзгерген де жоқ, сол өзінің қалпына қайтып келді. Ол деген нені білдіреді? Ол өте үлкен, мысалы 300 неден 300 Килограмм килограммнан артық нені мысалы салмақты ол көтере алады. төзімді. Сосын жоғары қысымды тоже көтере алады. Мысалы Айна ханым, мысалы киноларда болады ғой, банкті тонап, пәлен долларды қаптап алып, бетін өзгертеді да басқа елге ұшып кетеді адам танымастай. Иә, Осылай сізге барса өзгерте аласыз ба? пластикалық хирургияның қуаты енді күшті деп айтсам болады. Себебі осы отаның көмегімен адамды өзгертуге әбден мүмкін. Енді сондай адам келді десек, мысалы бетін тартып, көзін жасап, мұрнының пішін өзгертіп, құлағының пішін өзгертіп, денесін мысалы артық салмақтарын алып деген сияқты бәрін жасайтын болсақ, ол адам міндетті түрде өзгереді. Мысалы до и после дейміз ғой, дейін және кейінгі суреттерін салыстыратын болсақ, бұл екі түрлі адам қылып шығаруымыз әбден мүмкін. Бірақ енді ол қылмыскер деп енді қабылдаймыз ғой ондай адамдарды, иә. Ондай қылмыскерлерді мысалы біз осылай әдемі қылып шығардық дегеннің өзінде де мысалы мына адамның көзінің қарашығы арқылы, сосын кейін әр адамға тән не дейді ғой, отпечаток дейді ғой, сол арқылы мысалы сіздің мысалы сіз Шахназ ханым дегенді мысалы анықтап келеді қазір. Сол үшін мысалы олар бәрібір ол жауапкершіліктен, қылмыстық жауапкершіліктен құтыла алмайды. Кейде адамдар болады ғой, қатты стрессте жүріп, өз-өзін мойындамай, қатты өзгергісі келетін адамдар. Пластикалық операцияға жасауына бола ма осы кезде? Иә, өте орынды сұрақ. Негізі бізге ондай пациенттер жиі келеді. Мысалы енді үйінде бір стресс, иә, күйзеліс, күйеуінен ажырасып жатыр ма екен, бір түрлі жағдайлар болады. Сол кезде өзінің өмірін өзгерткісі келеді олар. Өзгерткенде ойлайды андай, мен түрімді өзгертсем өмірім өзгереді деп. Ол мүмкін емес. Ол қанша ота жасаса да мысалы ол үйіндегі мысалы жағдай, психологиялық жағдай одан қатты бір өзгеріп кетпейді. Бірақ енді өзінің енді сенімділігі операциядан кейін артып, өзі сол процеске кіріп енді сол ситуацияны өзгертпесе, былайша айтқанда енді көп өзгеріс болмайды. Сол үшін біз күйзелісте жүрген адамдарды көбінесе алмаймыз. Мен өзім жеке басым мысалы сондай стрессте жүрген адамдарға айтамын, сіз бірінші психологқа барып өзіңіздің мына жеке басыңыздың проблемаларын, иә, шешіп алыңыз. Сосын кейін маған келсеңіз болады. Сол кезде операция сәтті болады. Онымен қатар кейбір мысалы адамдар болады бізге келетін, мысалы 100 адамның 15 пациентінде
мына дисморфофобия деген синдром болады екен. Мгм. Ол қанша сен түріңді өзгертсең де, мысалы шашыңның формасын өзгертсең де, сен өз өзіңе андай қанағаттанушылық дейді ғой, иә, сол жақсы емес. Әрқашан андай өзің бір жеріңнен бірдеңе тауып тұрасың да, андай мұрным қисық, көзім андай, ана жерім мынандай деп соны жасайсың, мысалы мұрын жасап бересің, ертесінде басқа проблема тауып алады, мысалы құлағым маған бір үлкен сияқты болып тұр деп. Сол адамдарды мысалы біздер кезінде диагноз қойып, мысалы осы кісі дисморфофобияға ұқсайды деп мысалы психологтың кеңесіне жіберіп сондай да жағдайлар болады кейде бізде. Айна ханым, сіз енді осы салада жүргеннен кейін жақсы білесіз ғой. Кореяның актер актрисаларының бәрі пластикалық хирургияға жүгінген еді дейді. Ол қаншалықты рас? Енді Кореяда болған кезде өзім қараған кезде олардың енді стандарт красоты дейді ғой, біздің мына Қазақстанның қыз келіншектеріне, жігіттеріне қарағанда кішкене өзгеше. Олардың бояну техникасы да бөлек екен, былай қарап отырсам. Шынымен де мысалы шоу бизнесте операция жасатпаған, өзінің табиғи сұлулығымен жүрген әртістер енді кемде кем ау, көбінесе бәрі жасатқан. Мен оны енді былай көрінеді. Маман Қатпар, ретінде. иә, қатпар жасалғаны көрініп тұрады, мұрындары жасалғаны көрініп тұрады. Сосын мына Кореяда мына жақты болып келеді олар. Жақтары ат жақ дейді ғой, сондай болып келеді. Соны мына бұрыштарын былай қырғызып алдырады олар. Сөйтіп беттері андай V-face дейміз, сондай түрмен андай кей-поп дейді ғой, енді кей-поп культура. Сол кей-поп дегенде бір определенный бір жігіт пен қыздың түрі елестейді, сондай түрге олар стандарт ретінде қабылдап, соған андай ұқсауға тырысады. Менің мәселен бойым қысқа. Мен сияқты науқастар, клиенттер сізге жүгіне алады ма? Қалай А, көмектесе аласыз? Енді маған лично мен бойды ұзартпаймын. Бірақ енді сіз енді қазір жасыңыз бойынша өсу процесі негізі тоқтады. Иә, мысалы гормон қанша қабылдағанымен бойыңыз енді өспейді. Бұл енді как бы факт. Енді бұндай жағдайда бойды өсіру үшін мысалы Елизаров деген бұрын Ресей ғалымы болған, сол кісінің аппараты болады. Ол мына аяқты балтыр сүйегін бірнеше жерден былай шағады. Сосын сол аппаратты кигізіп, сол бойынша былай ұзартады. Ол енді процесс өте ұзақ. Сосын кейін кішкене былайша айтқанда аяғында темір мынандай конструкциямен жүрудің өзі ыңғайсыз. Сонымен қатар андай балтырда сүйектің кірген жерлерінің бәрі тыртық болып қалады, пигментация береді ол. Енді бойды ол өсіреді, бірақ енді ол қаншалықты сізге мынандай ауыр жолмен өсіру керек емес деген ол уже Шешім екінші, иә, өзіңіздегіз. өзіңізге байланысты. Пластикалық операция кезінде медициналық қателіктер болуы мүмкін бе? Және болған жағдайда қалай оның алдын алуға болады? Біз енді сол қателердің болмау үшін мысалы міндетті түрде ол пациенттер лабораториялық зерттеулер алдын ала жүргізеді. Сол бойынша біз қараймыз, бұл пациентте ағзасында қабыну процесі жүріп жатыр ма, жүрмей жатыр ма. Сосын кейін мысалы қандай да өзгерістер бар, ауытқушылықтар бар ма, жоқ па, бәрін тексереміз. Себебі көп жағдайда мысалы кейбір хирургтарды мен білем, экспертизада жұмыс істеген кезде мысалы пластикалық хирургия бойынша сол андай жалп дейді ғой, андай шағымдарды күнде қарап жүрген кезде ең сол жиі кездесетін қате, сол хирургтар толыққанды андай анализдерді алмайды пациенттерден. Соған қарай мысалы бір пациент мысалы гепатит С бар, иә, сосын мына қанның ұю системасы дейді ғой, жүйесі, сол жерде бұзылу бар екен. Содан ол пациент көп қан кеткен. Ал егер оны мысалы ол хирург алдын ала анализін тапсыртқан болса, оның бәрі анализ арқылы шығып келеді ғой. И ол пациентті мысалы емдеуге жіберіп, кейін алған болса, бұл осложнениялар, иә, болмас еді. Сол үшін осложнение болмас үшін ең сол қажетті ол ең бірінші сол керекті зерттеулерді тапсыру керек. Сосын кейін кеңес, консультация дейміз ғой. Сол кезде мысалы пациенттерді дұрыс іріктеп білу керек. Мысалы көп пациенттер осындай, жаңағы біз айтпақшы, стрессті жағдайда жүріп келеді. Ол пациенттер мысалы
дұрыс мысалы реабилитациядан өтпеуі мүмкін. Онда ол операцияның нәтижесіне кері әсерін береді. Сол үшін де мысалы осы енді ең қарапайым қағидалар дейді ғой, осыларды орындаса, негізі дұрыс техникалық жағынан операция дұрыс жасалынса, онда операция негізінен сәтті өтеді. Айна ханым, кейбір қыз келіншектер босану процесінің ауыр өткеніне байланысты, яғни босану процесі ұзаққа созылған жағдайда төменгі жақта төменгі жыныс органдарының түсуі болуы мүмкін, немесе ажырауы болуы мүмкін. Осындай науқастар сіздерге бара алады ма тоже? Интимный Пластика. хирургия, хирургияны біз онымен де айналысамыз. Бірақ енді бұл жерде тағы қарау керек. Себебі пластикалық хирургтардың енді біздің міндетімізге мына жұмсақ тіндермен жұмыс жасау. Сыртқы тіндер дейді ғой енді. Ішкі жағына біз кірмейміз, ол уже Гинекологтар. иә, гинекологтардың жұмысы. Сондықтан сыртта бір әлдеқандай эстетикалық дефект дейміз ғой, эстетикалық ақау болса мысалы, шынымен де бір тыртық, иә, андай мешает мысалы. Ондай жағдайда иә біз оған көмектесе аламыз. Лябиопластика, иә? Лабиопластика жасаймыз, иә. Ол енді бұл таза эстетикалық дефект. Бұл енді пациенттің енді психологиялық андай несін, сенімділігін арттырады. Осы операцияны жасатқаннан кейін көп қыздар мысалы өзін еркін сезінеді. Мысалы күйеуге шығып жатады. Оған дейін жастары үлкен болса да мысалы жыныстық қатынасқа шығудан ұялады. Менде андай жыныстық еріндерім тым үлкен, мен ұялам, көрсетуге ұялам деп. Сол үшін де мысалы күйеуге шықпай, андай жігіттермен кездеспей, сондайда пациенттер болады менде жиі. Блефаропластикаға қай жастағы қыз келіншектер жиі барады? Енді жас көрсеткіштері бізде 18 жастан 75-80 жасқа дейін деуге болады. Менде енді ең егде жаста пациент 82 жаста болды. Ол енді денсаулығы дұрыс болса, жақсы болса, анализдердің бәрі ауытқушылықтар жоқ болса, біз 100 жаста болса да ала береміз. Ол жергілікті анестезиямен жасалады. Сондықтан ондай бір уақыты да ондай бір ұзақ емес. Жасатып алғаннан кейін кете береді үйіне. Сол үшін де андай мысалы әр жастың пациенттеріне жасай береміз. Енді 18-ден 40 жасқа дейін көбінесе біз азиаттық ерекшелікті мысалы өзгерту үшін көбінесе пациенттер келеді. Сондай тұрғыдан жасалынады. Ал енді 40-45 жастан кейінгі пациенттер көбінесе мына функциональды көрсеткіш дейді ғой. Мына салбыраған тері, көздің үстіндегі салбыраған тері, мына адамның екі жағынан көлеңке түсіреді. И көлеңке түскен кезде мына периферическое зрение деп айтады. Мына біз мына жақты көріп тұруымыз керекпіз, иә, 180 градуста. Сол поле бізде былай сужаться етіледі, шектеле бастайды. Содан болып мысалы адамның көру қабілеті төмендейді. Көбісі ойлайды андай кәріліктен көзінің өзі мына алмасы қартайғаннан деп. Ол да бар, бірақ негізгі фактор мына артық тері сол зрениені төмендете бастайды. Мешать етеді да ол көруге мысалы. Көп маған ер адамдар айтады. Мен мысалы машина айдағанда дейді, мына терім деп салбырап жан жаққа қарағаныма мешать етеді. Немесе кітап оқығанда мысалы маған андай кедергі келтіреді деп. Сол үшін де біз осы артық теріні дер кезінде алып тастауды ұсынамыз. Осы бойынша бұл менің диссертациялық жұмысым болған соң андай айтқанды жақсы көремін. Бұл блефаропластика барлығының технологиясы бірдей ма? Барлық маман бірдей технологиямен жұмыс жасай ма? Технология әртүрлі. Әр хирургтың өзінің почеркісі болады. Мысалы ол енді түрлі өзгеріп тұрады. Мен өзімнің сол осы блефаропластикаға қатысты жеке методикам бар. Сол бойынша патент алынды. Авторлық осындай методикам бойынша осы отаны жүргіземін. Сіздің методикаңызбен реабилитация, яғни қалпына келу процесі қаншалыққа созылады? Енді керемет, ол енді пациенттерге де байланысты болады. Сосын кейін әрине ол техникаға міндетті түрде байланысты. Мысалы жасы үлкен болған сайын реабилитация уақыты кішкене ұзарады. Жас мысалы пациенттерде тез жазылады оларда. Бірақ енді менің өзімнің жеке методикамда сол реабилитация уақыты қысқарған. Соны қолданып сол пациенттерді тезірек жұмысқа кіріп кетуін сол сондай мақсатпен осы
методты өзім ойлап таптым. Айна ханым, басқа қалалардағы, басқа елді мекендердегі пластикалық хирургия мамандары немесе енді ғана медицинаны бітірген жас мамандар сізге келіп, біліміңізді көрсек, тәжірибе алмассақ десе, шәкірт дайындайсыз ба? А, өте жақсы сұрақ. Мен енді осы а, докторлық ғылыми дәрежемді дәлелдегеннен кейін осы білімімді енді басқа жас мамандармен бөліскім келеді, өзімнің методикамды көрсеткім келеді. 20 жылдық тәжірибем бар енді. Енді осы дәл қазір сол білімді бөліссем артық болмас деп ойлаймын. Сол үшін жас мамандар егер маған жазады негізі, қабылдауға мен дайынмын. Айна ханым, бүгінгі берген сұхбатыңызға, пайдалы ақпараттарыңызға көп рахмет. Қыз келіншектерге өзіңіздің алтын қолдарыңыз бен сұлулық пен сенімділікті сыйлай беріңіз. Ал көрермендер, бүгін сіздермен болған пластикалық хирург маманы Айна Досан және мен гинеколог Шахназа Абаевна. Біздің YouTube каналымызға тіркеліңіздер. Білікті, білімді қандай мамандарды көргіңіз келеді, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде қонаққа шақыруға тырысамыз.